Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз полимерлену реакциясы. Енді бұл жерде полимерлену реакциясы деген жерде в целом полимерлену деген сөзге мән берсек, яғни полимерлену деген сөзде поль дегеніміз ол бізде көп деген мағынаны білдіреді. Енді қараңдар, в целом полимерлену дегеніміз не? Енді бұл дара байланысы емес, қос немесе үш байланысы бар заттарда болатын реакция. Яғни бұл реакция бір заттың көп болуы, яғни көп рет қайталануы. Мысалы үшін, в целом полимерлену деген ұғымды түсіну үшін бізге екі қысқада ұғым керек: мономер және полимер. Осы екі терминді білсек, біз дальше уже полимерлену реакциясын түсінетін боламыз. Енді мономер дегеніміз, яғни моно дегеніміз бұл жерде бір деген мағынаны білдіреді, яғни жалғыз. Поли ол бізде көп деген мағынаны білдіреді. Енді қараңдар, мономер дегеніміз қандай зат бола алады? Кез келген алкен ол мономер бола алады. Себебі ол бізде кіші бөлшек. Яғни алкеннің құрамында қос байланыс бар, ол полимерлену реакциясын түсе алады деген сөз. Ал полимер ол бізде үлкен молекулалы бөлшек. Яғни үлкен молекуласы бар бөлшекті полимер деп атайды екенбіз. Енді қараңдар, мономер в целом қалай полимерге айналады? Жалпы оның логикасын түсіну үшін мынандай формула ретінде қарастырайық. Этенді алайық, С2H2, С2H4. Получается, бұл жерде біз мына жаққа N деп қояйық. Яғни бұл жерде N дегеніміз полимерлену дәрежесі. Мысалы үшін полимер ол бізде 2 рет қайталануы мүмкін, немесе 1000 рет қайталануы мүмкін, 5000 рет қайталануы мүмкін. Но енді ол не имеет значения пока что бізге. Бұл жерде қысым мен температураны пайдалану арқылы, получается, біз полимер алады екенбіз. Яғни полимер қалай түзіледі? Жақшаға алайын, екі көміртекті сызамыз, ортасында дара байланыс. Яғни ортадағы қос байланысымыз бізде үзіледі. Получается, сутектеріміз тура сол күйінде қалады, и жанынан бізде дара байланыстар түзіледі. Значит, сыртына N деп қоямыз. Енді қараңдар, бұл не үшін бұлай түзілді? Неге дара байланыс түзілді? В целом логикаға қарайтын болсақ, бұл жерде бізде, яғни мынау бөлшек, бұл бізде этен ғой. Осы этеннен полиэтилен түзіледі. Енді қараңдар, полиэтилен қалай түзіледі? Яғни мына бөлшек тағы бірнеше рет қайталану мүмкін. Тура осылай. Яғни, мысал ретінде көрсететін болсақ, H2, H2, SH2, 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 SH2 деген сияқты. Яғни, мынаның каждый мономер ғой. Осы мономерлердің арасында дара байланыспен байланысады. Получается, мынаның полимерлену дәрежесі, именно мына қосылысының полимерлену дәрежесі, ол бізде 3-ке тең. Неге 3-ке тең? Потому что 1 рет, 2 рет, 3 рет ол қайталанып тұр. Получается, неше рет қайталанады, ол бізде полимерлену дәрежесі соншаға тең деген сөз. Мысалы үшін 5000 рет қайталанса, значит полимерлену дәрежесі 5000-ға тең деген сөз. Енді в целом мына жақта бізде енді полимерлену дәрежесін табудың мындай бір формуласы берілген. Мр полимер, яғни үлкен қосылыс полимерімізді мр мономерге бөлеміз. Получается, бұл жердегі мономер дегеніміз жаңағы полиэтилен болса, значит этилен, полипропилен болса, значит пропилен. Бұл жердегі мономеріміз сол. Ал полимер дегеніміз жаңағы үлкен қосылыс. Мысалы үшін қарайтын болсақ, полиэтиленнің мрі, айтайық, полиэтилен мрі 70 000 деп алайық. Например, грамм бөлінген моль. И потом полиэтиленнің мономерін біз қалай білеміз? Бұл жердегі поли деген сөзді алып тастаймыз, этилен. Получается, мр этилен С2H4 қой. Бұл бізде 24-28 грамм бөлінген моль болады екен, мрін есептесек. Получается, жаңа формулаға саламыз. Формула салған кезде 70 000-ды бөлеміз 28-ге. Шығады бізде 2500. Значит, бұл бізде 2500 рет қайталанып тұр деген сөз. Яғни, бағанағыдай айта кеткендей, бізде полимерлер, яғни полимердің құрамында мономер 2 рет қайталану мүмкін, 3 рет қайталану мүмкін, немесе 7000-10 000 рет қайталану мүмкін. Ол пока что бізге не имеет значения. Енді қарайық. Кітапта бізде полиэтилен, полипропилен, полибутилен деген сияқты барлығының физикалық қасиеті берілген. В
в целом органиканы аяқталғаннан кейін полимерлену деген тақырыпқа қайта оралатын боламыз, потому что бұл бізде маңызды бір тақырыптардың біреусі. Енді мономер жаңағыдай 2 рет қайталанса не деп аталады? Мономер ішінде екеу болатын болса, ол димер деп аталады. Яғни жаңағыдай полиэтилен дегенде этилен 2 рет қайталанса, ол значит димер деп аталады. Полиэтилен деп атауға да болады, бірақ димер деп атаған дұрысырақ, потому что 2 мономері бар деген сияқты. Ал если мономер бізде 3 болатын болса, ол бізде тример деп аталады. Яғни 3 рет қайталанып тұр деген мағына білдіреді. В целом логика түсінікті деп ойлаймын. Енді дальше қарайтын болсақ, бізде ең маңызды бір ұғымдардың бірі термопластикалық қасиет. Термопластикалық қасиет. Енді қараңдар, термопластикалық қасиет дегеніміз в целом не? Термопластикалық қасиетке жалпы не кіреді? Енді бұл жерде қарайтын болсақ, бұл бізде пішінін сақтап қалу. Қысқаша жазайық. Яғни, мысал үшін кез келген бір полимерді алатын болсақ, как өз көз алдыларыңа елестетсеңдер, мысал қыздырған кезде ол балқиды, получается, более жұмсақ күйге келеді. И сол жұмсақ күйге келген кезінде біз температураны бірден түсіретін болсақ, яғни қату температурасына жеткізетін болсақ, сол заттың, значит, ол тура сол моментте қалай майысты, қалай қисайды, тура солай қатып қалатын болады. Значит, тура сол пішінін сақтап қалу қасиетін, оны біз термопластикалық қасиет деп атаймыз. Бұл бізде көптеген полимерлерге тән қасиет болып табылады. В целом логика түсінікті деп ойлаймын. Негізі тақырып осымен аяқталды. Өзі қысқадан нұсқа. Сұрақтарыңыз болса, жазып кетсеңіздер болады.